Құрметті жолаушылар, сақ болыңыздар. Вагондар сандринді поездың аяқ жағынан басталады. Поезд тұратын уақыты 30 минут. Мұхаммедқали Мұсабаев сүйікті мамандығына өмірінің 40 жылын арнады. Атадан балаға мирас болып қалған мамандықты баласы да жалғастыруда. Өнегелі өмір жолын темір жолдан бастадық дейді олар. Біз енді әке жолын қуған темір жолшылармыз. Сондықтан балаларымның бізді құрметтеп темір жолға келгендеріне мен өте қуаныштымын. Бұл өйткені аталарына деген үлкен тағзым. Сондықтан мына Мұсабаев әулетінде қазір кәсіби жұмыс орнының өтілі 900 жылдан асты. Оның ішінде енді 37 баламыз, 5 ұл, 2 қыз, бәріміз темір жолда өстік, өндік. 4-ші поколение дейді ғой, немерелер, шөбелер жұмыс істеп жатыр. Мен өз өтілім 1976 жылы Жарма жол дистанциясында монтер жолы болып жұмыс істедім. Әлі күнге дейін сол жұмыс жалғастырып келе жатыр. Техника деген көп, қазір бәрі электрифицированный. Осы семей станциясында істегенде жұбайымыз екеуміз. Мен станция кезекшісі болдым, ол кісі оператор болды. Сол кезде үйдегідей емес, как темір жолдағыдай сөйлесеміз. Атын айтпайсыз, отчествосымен ғана айтасыз. Үйде жұбайыңыз болса, мұнда жұмыс орны. Сондай талап болды. Үйге келгенде басқаша қараймыз, жұмыста басқаша. Талап бір, тілек бір, солай болады. Жұбайым осы темір жолда 40 жыл істеді. Фарида Әшімқызы осы жаңа семей станциясынан бастап осы жерден 17 жылы пенсияға шықты қазір. Вообще интерес к железной дороге зародился еще. Бала кезімнен бері теміржол саласы мен үшін қызықты болып көрінді. Неге десеңіз, атам Кәукен 2-ші дүниежүзілік соғыс тұсында осы салада жұмыс істеген. Әрі, бұл қызмет әкеме де мирас болып қалды. Әкемнің үстіндегі жұмыс киімі менің осы мамандыққа деген махаббатымды оятты. Уақыт өте келе жанұямызбен Қазақстан теміржолы саласының қызметкеріне айналдық. Әпкем, ағаларым еліміздің әр өңіріне жұмыс жасауда. Анам 40 жыл еңбек етіп, жақында ғана зейнетке шыққан болатын.